Барлықтарыңа қайырлы күн балалар. Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілінің 1-ші сабағын өтетін боламыз. Кеттік балалар. Байлығым, байтақ елім, тіл және сөйлеу. Тыңдаған мәтін бойынша тірек сөздерді белгілеуді, тірек сөздердің көмегімен мәтіннің мазмұнын айтуды үйренемін. Бірінші жаттығу: мәтінді мұқият тыңдап, негізгі тұстарын белгілеп ал. Байлығым, байтақ жерім, бақытты елім. Көрсем көз тоймас асқар шыңды тауларым, миюалы бауларым, асу-асу белдерім, айдын шалқар көлдерім, орам-орам орманым. Алтайдан Атырауға дейін созылып жатқан кең байтақ жерімізге ірі-ірі елдер тұтасымен сыйып кетері анық. Елімізде 100-ден астам ұлт өкілі тату-тәтті өмір сүреді. Қазынаның барлығы да қазақ жерінің топырағында тұнып жатқанын екінің бірі біледі. Ал ғарышқа жол Байқоңырдан басталатынын мақтан етпейтін кім бар? Орынды мақтаныш. Елім де, жерім де оған әбден лайық. Жақау Дәуренбековтен. Парталас досың мәтіннің мазмұнына тірек болатын сөздерді дұрыс белгілей алды ма, оның қатесін тауып, өз нұсқаңды ұсын дейді. Яғни балалар, парталас достарымен өздеріңнің тірек сөздеріңді салыстырасыңдар, яғни қателеріңді іздеп тауып, өз нұсқамызды жазуымыз керекпіз. Мысалға, біз өз нұсқамызды жазатын болсақ, байлық, байтақ жер, бақытты ел, көз тоймас асқар шыңды таулар, миюалы баулар, асу-асу белдер, айдын шалқар көлдер, Алтай, Атырау, кең байтақ жер, сыйып кетер 100-ден астам ұлт, қазына, қазақ жерінің топырағында, ғарыш, Байқоңыр, мақтаныш, елім, жерім, лайық деген сөздерді тірек сөздер ретінде пайдалансақ болады екен. Келесі екінші жаттығу: тірек сөздердің қатарын толықтырып жаз дейді. Байлық, байтақ жер, бақытты ел, асқар шыңды таулар. Яғни біз жаңа бірінші жаттығуда оқыған мәтініміз бойынша тірек сөздерді ары қарай жалғастырады екенбіз. Тірек сөздердің көмегімен мәтіннің мазмұнын айтып көр дейді. Байлық, байтақ жер, бақытты ел, асқар шыңды таулар, миюалы баулар, асу-асу белдер, айдын шалқар көлдер, орам-орам орман, Алтай, Атырау, кең байтақ жер, ірі-ірі елдер, сыйып кету 100-ден астам ұлт өкілі, тату-тәтті, қазына, қазақ жерінің топырағында, ғарышқа жол, Байқоңыр, мақтаныш, елім, жерім, лайық деген сөздерді тірек сөздер ретінде қолдандық. Және де дәл осы тірек сөздерді қолдану арқылы біз мәтіннің мазмұнын айтсақ болады екен балалар. Келесі үшінші жаттығу: айтылған пікірлер рас немесе жалған екенін анықта дейді. Бірінші: менің байлығым, байтақ жерім, бақытты елім. Рас, иә. Екіншісі: байтақ жерімді асқар шыңды таулар, миюалы бақтар, айдын шалқар көлдер, қалың ормандар құрайды. Ол тоже рас екен, иә. Үшінші жаттығу: қазақ даласы Алтайдан Атырауға дейін созылып жатыр. Бұл да бізде рас балалар. Төртінші: 50-ден астам ұлт өкілдері бізбен бірге тату-тәтті өмір сүруде. Бұл бізде әрине балалар жалған екен. Бесінші: жер қойнауымыз алтын мен күміске, темір мен көмірге, мұнай мен газға бай. Бұл да бізде балалар жалған екен. Алтыншысы: мен жерімнің байлығын, елімнің бірлігін мақтан етемін. Бұл бізде рас екен. Енді балалар, астында бізде тапсырма бар: жалған пікірді дұрыс пікірге айналдырып жаз дейді. Яғни бізде 4-ші және 5-ші пікірлер жалған екен, соларды біз рас пікірге айналдырып жазуымыз керекпіз. Бірінші 4-ші бізде елімізде 100-ден астам ұлт өкілі тату-тәтті өмір сүреді. 50-ден астам емес, 100-ден астам, иә. 5-ші: қазынаның барлығы да қазақ жерінің топырағында тұнып жатқанын екенін екінің бірі біледі. Келесі 4-ші жаттығу: оқы. Қазақстанның мемлекеттік тілі қай тіл? Мемлекеттік тіл қазақ тілі. Сен қай тілде сөйлейсің? Мен қазақ тілінде сөйлеймін. Диалогты парталасыңмен жалғастырып көр. Диалогке қатысуда сөйлеудің қай түрі жүзеге асты дейді. Балалар, бірінші диалогты ары қарай жалғастыраға, одан кейін барып сөйлеудің қай түрі қолданғанын жазатын боламыз. Біздің елде тағы басқа қанша ұлт өкілдері тұратынын білесің бе? Иә, Қазақстанда 100-ден астам басқа ұлт өкілдері тұрады. Дұрыс айтасың. Ал сен қазақ тілінен басқа қандай тілдерді білесің? Мен орыс, ағылшын тілдерін жақсы білемін. Балалар, енді бұл бізде диалог болғандықтан, диалогке қатысуда сөйлеудің біз ауызша түрі жүзеге асырған екенбіз. Біз егер де дәптерге жазатын болсақ, онда ол бізде жазбаша болады. Бұл бізде сөйлеудің бірақ ауызша түріне жатады. Келесі 5-ші жаттығу: шығармашылық үзіліс. Қазақ тілі ана тілім тақырыбында көпшілік алдында сөйлеуге дайындал. Ол үшін бірінші:
жоспар құр. Екінші, не сөйлейтініңді құрған жоспарыңа сәйкес ретте сөзіңді түсінікті, мәнерлі жеткізуге тырыс. Сөйлегенде қанатты сөздер мен мақал-мәтелді қолдануды ұмытпа. Бірінші, бізде жоспар жазуымыз керек бізде. Бірінші, менің ана тілім. Екінші, басқа ұлт өкілдерінің қазақ тілде сөйлеуі. Үшінші, басқа тілдер туралы түсінік. Менің ана тілім қазақ тілі. Әрбір Қазақстанда тұратын адам өзінің елінің, жерінің ана тілін білуі керек деп ойлаймын. Өздеріңіз білетіндей, Қазақстанда 100-ден астам ұлт өкілдері тұрады. Барлығы да қазақ тілінде таза сөйлемесе де, жақсы түсінеді, сыйлайды. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте демекші. Өз тіліңді толықтай білгенмен басқа тілдерді де білген жақсы. Мысалы, мен ана тілімнен басқа орыс, ағылшын тілдерін білемін. Балалар, осымен бізде бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.